Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін біз маңызды тақырып туралы сөйлесеміз. Яғни ол 50 жастан кейін денсаулықты қалай сақтау керектігі жөнінде айтатын боламыз. Жас ұлғайған сайын ағзада түрлі өзгерістер болады. Қан қысымы көтерілуі мүмкін, буындар сырқырайды, ұйқы бұзылады. Бірақ бұл қалыпты жағдай емес. Егер дұрыс әрекет етсек, өзімізді белсенді, сергек және қуатты сезіне аламыз. Сонымен, денсаулықты сақтаудың 5 басты ережесімен таныс болыңыздар. Бірінші, қозғалыс, өмір негізі. 50 жастан кейін ағза баяулай бастайды, бұлшық еттер әлсірейді, буындар шектеледі. Сондықтан күнделікті қозғалыс өте маңызды. Таңертең жеңіл жаттығу жасаңыз. Күніне кемінде 30 минут жаяу жүріңіз. Лифттің орнына баспалдақпен көтеріліңіз. Үй ішінде белсенді қозғалыңыз. Шаң сүртуде жаттығу. Бұл әрекеттер буын ауруларынан сақтайды, қан айналымын жақсартады, ми жұмысын белсендіреді. Екінші, дұрыс және теңгерімді тамақтану. Жас ұлғайған сайын зат алмасу баяулайды, ал калориялы тағамдар тез артық салмаққа әкеледі. Сондықтан қант пен ақ нанды азайтыңыз. Тұзды шектеңіз. Ол қан қысымын көтереді. Майлы қуырылған тағамдарды азайтыңыз. Көкөніс, жеміс, сұлы, қарақұмық, майсыз ет пен балықты көбірек тұтыныңыз. Сусын ретінде таза су, газдалған тәтті сусындардан бас тартыңыз. Үшінші, тұрақты медициналық тексерістен өтіңіз. Басты қате ештеңе мазаламаса дәрігерге бармау деп жүреміз. Бірақ көп аурулар алғашқы кезеңде білінбейді. Жылына бір рет қан тапсырып, қант пен холестеринді тексертіңіз. Қан қысымын үнемі бақылаңыз. Көз, құлақ, жүрек, бауыр сияқты органдар тексерту аурулардың алдын алу шарасы. Әйел адамдар маммографиямен және гинекологқа, ер адамдар урологқа баруды ұмытпаңыз. Төртінші, психологиялық денсаулықты күту. Жай ғана тән емес, жан да демалысты қалайды. Күйзелісті басқаруды үйреніңіз. Хобби тауып алыңыз. Мысалы, қолөнер, бау-бақша немесе кітап оқу. Достармен, туыстармен жиі араласыңыз. Жалғыздық психикалық денсаулыққа зиян. Және де бастысы, ұйқыны қалыпқа келтіріңіз. 7-8 сағаттық сапалы ұйқы ағза үшін ем. Бесінші, жаман әдеттерден арылыңыз. Темекі мен ішімдіктен бас тарту, жүрекке, өкпеге, миға үлкен пайда. Қимылсыз өмір салты, баяу, артық салмақ көптеген аурудың себебі. Сондықтан артық салмақтан арылуға барынша тырысыңыз. Жақсы әдеттерді қалыптастырыңыз. Таңертең таза ауада серуендеу, дұрыс тамақтану, позитивті ойлау. 50 жас бұл шектеу емес, бұл жаңа өмір кезеңі. Салауатты өмір салтын ұстансаңыз, әлі талай белесті бағындыруға болады. Осы 5 қарапайым ережені күнделікті өмірде қолдансаңыз, денсаулығыңыз мықты, өміріңіз ұзақ болмақ. Енді бүгінгі видеомызды тағы да толықтыра кетейін. Дене қозғалысы тек сырт келбет үшін емес, ол ішкі органдардың дұрыс жұмыс істеуіне де әсер етеді. Мысалы, таңертең төсектен тұрған соң 5 минут бойы жеңіл созылу жаттығуын жасаңыз. Қолды жоғары көтеру, басты оңға солға айналдыру, аяқты тізеден бүгіп, буындарды қыздыру. Егер сізде буын немесе бел ауруы болса, отырған күйде жасалатын жаттығуларды қолданыңыз. Олар да өте пайдалы. Жүру ең қарапайым және қауіпсіз жаттығу саналады. Әсіресе таза ауада серуендеу жүрек пен өкпе үшін таптырмас көмек. Екінші, дұрыс тамақтану дәріден күшті.
Жасы келген адамдардың көбінде асқазан ішек жолдары баяулайды. Сондықтан тамақ жеңіл әрі қоректік болуы тиіс. Таңғы ас міндетті. Қарақұмық ботқасы, жұмыртқа, бір тілім тұтас дәнді нан және көк шай. Бұл ағзаға керемет бастама. Түскі ас ақуыз бен көкөніске бай болуы керек. Балық, тауық еті, бұқтырылған сәбіз, қырыққабат, қызылша. Кешкі ас жеңіл және өте кеш емес. Айран, сүзбе, көкөніс салаты бұл өте жақсы таңдау. Жиі кездесетін қателік. Кешке қарай көп жеу және майлы тағам тұтыну бұл артық салмақ пен ұйқының бұзылуына әкеледі. Үшінші, медициналық тексеріс ауруды ерте табудың жолы. Бүгінде көптеген аурулар уақытында анықталса, емдеуге болады. Мысалы, қан қысымын ұзақ уақыт жоғары болса, бұл инсульт немесе инфаркт қаупін арттырады. Қан құрамындағы қант жоғарыласа, бұл қант диабетінің алғашқы белгісі болуы мүмкін. Әйелдерге 50 жастан кейін әр 2 жыл сайын маммография қажет. Ер адамдарға қуық асты безін тексерту маңызды. Кеңес: тексеріс кестесін күнтізбеге жазып қойыңыз, немесе отбасы мүшелерінен еске салуды сұраңыз. Төртінші, жан тыныштығы дененің емшісі. Қартайған сайын күйзеліс пен жалғыздыққа бейімділік артады. Мұны болдырмау үшін жаңа нәрселерді үйреніңіз. Мысалы, кітап оқу, онлайн курсқа қатысу, тіл үйрену. Қоғамдық өмірге белсенді қатысыңыз. Ардагерлер клубы, шахмат клубы немесе ауылдық жиындар. Күнделік жазу. Ішкі күйіңізді реттейтін жақсы тәсіл. Табиғатқа шығу, гүл егу, құстарды бақылау жаныңызға тыныштық береді. Бесінші, жаман әдеттерден арылу. Өзіңізге жасаған ең үлкен жақсылық. Темекі мен ішімдік тек өкпеге емес, жүрекке, мидың қан тамырларына, бауырға, тіпті көзге де зиян. Статистика бойынша, темекіні тастаған соң бір айда тыныс жеңілдейді. Бір жылда жүрек ауру қаупі 2 есе азаяды. Егер темекіні тастау қиын болса, дәрігерден кеңес алып, арнайы терапияларды қолдануға болады. Құрметті көрермендер, 50 жастан кейін де өмір сүру сапасын жақсартуға болады. Сізге тек 5 қадамды ұстану керек. Күн сайын қозғалу, теңгерімді тамақтану, уақытылы тексерілу, жан тыныштығына мән беру, жаман әдеттерден арылу. Сіз өз денсаулығыңыздың иесісіз. Денсаулығыңыз сіздің ең қымбат байлығыңыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Қандай тақырыптар қызықтыратын жазсаңыз, біз сол бойынша жаңа видеолар түсіретін боламыз. Арнаға жазылуды да ұмытпаңыз. Бұл біз үшін өте маңызды. Көп рахмет. Келесі кезекте кездескенше аман сау тұрыңыздар.